Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Қазақ әдебиеті сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымызда атадан қалған асыл сөз бөлімі бойынша сырым датұлы, балаби мен сырым шешендік сөзі тақырыбын өтетін боламыз. Сабағымыздың оқу мақсаты поэтикалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдау. Бүгінгі сабақта сырым датұлының балаби мен сырым шешендік сөзімен танысатын боласыздар. Шешендік сөздің мәні мен идеясын, сонымен қатар поэтикалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдайсыздар. Сабағымыздың оқу мақсатына негізделген тапсырмаларды орындамас бұрын Сырым Батыр жайлы алдыңғы білімімізді есімізге түсірейік. Олай болса, Ресей патшалығының отарлау саясатына қарсы күрескен кіші жүз қазақтары көтерілісінің көрнекті басшысы Сырым датұлының 3 қасиетін айтыңыз. Жарайсыңдар балалар, Сырым батырдың бірінші қасиеті батырға біткен тұлғасы, екінші қасиеті өжет мінезі, үшінші қасиеті асқан даналығы. Шешендік сөздер тақырыбында қазақ шешендік сөзінің мазмұнына, құрылысына қарай бөлінетін түрлерімен танысқан болатынбыз. Шешендік сөздер мазмұнына қарай шешендік арнау, шешендік дау, шешендік толғау болып бөлінеді. Оқушылар, Сырым бидің балаби мен сырым шешендік сөзі шешендік толғауға жатады. Шешендік толғау дегеніміз халықтың философиялық көзқарасын ашатын сөздер. Сырым бидің сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ, ат шабысына қарай шабады, ер намысына қарай шабады, аста тұз тәтті, адамда дос тәтті деген сөздері оның дүниетанымын танытады. Сондықтан да бұл шешендік толғау болып есептеледі. Шешендік сөздер құрылысына қарай термелі сөздер және пернелі сөздер болып екіге бөлінеді. Бұл шешендік сөз құрылысына қарай термелі сөзге де, пернелі сөзге де жатады. Себебі балаби мен сырым шешендік толғауында ұйқасып та көркем қара сөзбен де айтылатын мәтіндер, үзінділер кездеседі. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабақта Сырым бидің балаби мен сырым шешендік сөзін бөліп оқып, талдай отырып меңгеретін боласыздар. Балаби мен сырым шешендік сөзі. Сырым бір жылы орта жүзге барғанда, сол елдің балаби деген биіне кезгеледі. Сырым мен балаби екеуі көп әңгімелеседі. Балаби сырымға бірнеше сұраулар қояды. Сырым жауап береді. Сіз ағайынды нешеу едіңіз, дейді балаби. Мен ағайынды екеумін, дейді сырым. Сізді даттан ағайынды 11 деп естуші едік. Сіз түсінбедіңіз. Мен даттан 11 екенім рас. Бірақ та олардың маған қанша керегі бар? Менің ағайынды екеумін дегенім, біреуі өзім, екіншісі халқым. Оқушылар, Сырым датұлы балабидің бұл сұрағына қысқа да, нұсқа әрі астарлы түрде жауап беруінің өзі ағайынды да, туысты да, досты да біріктіретін бір ұғым бар. Ол халық, барлығы халықтың, адамзаттың игілігі үшін қызмет етуі керек дегенді білдіреді. Сонымен қатар сырымның пайым парасатын, зерде зейіні, адамгершілік қасиеттері, жоғары ойлау мәдениеті жайында сыр шертеді. Келесі кезекті оқу мақсатына негізделген бірінші тапсырмаға
береміз. Сөз анасы не, су анасы не, жол анасы не дейді бала би. Сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ, жол анасы тұяқ деп жауап береді сырым. Төрт сөйлем әдісі арқылы автор ана сөзін не үшін қолданғандығы жайлы ойларыңызды білдіріңіздер. Бірінші сөйлем тапсырма бойынша туындаған өзіндік пікіріңізді бір сөйлем арқылы білдіріңіз. Екінші сөйлем келтірілген пікіріңізді бір сөйлеммен дәлелдеңіз. Үшінші сөйлем өзіндік пікіріңізді тағы да бір негіздеп кету үшін бір сөйлеммен мысал келтіріңіз. Мысалды бала би мен сырым шешендік сөзінен алыңыз. Төртінші сөйлем өз пікіріңізді тағы да бір пысықтап, түйінді ойыңызды бір сөйлем арқылы жеткізіңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, жауабын бірге көрелік. Ана өмірдің бастауы, тіршіліктің алтын арқауы. Әнет баба дүниедегі барлық тіршілік атаулының анасы әйел деген. Сол сияқты сырымда тұлыда сөздің бастауын құлақ, судың бастауын бұлақ, жолдың бастауын тұяқ деп толғайды. Қорытындылай келе, барлық тіршілік иесінің тамыры оның анасы. Ана сөзін не үшін қолданғандығы жайлы пікір білдіріп, талдап жаздыңыздар. Екінші тапсырманы орындамас бұрын поэтикалық мәтінге талдау жасау жолдарымен таныс болыңыздар. Алдымен бөлімді анықтап, бөлімнің тақырыпшаларын қойыңыздар. Келесі тілдің композициясы негізгі ойды білдіретін сөздерді теріп жазыңыздар. Композициялық әдістер көркемдік тіл құралдары. Соңғысы мәтіннің ұтымды тұстары, тақырыбы, ұйқастар, сөздерді қайталау. Талдау жасап болсаңыздар, жауабын бірге көрейік. Бұл үзінді екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде бала би өтірік пен шын туралы сұрайды. Сондықтан тақырыпшасы өтірік пен шын деп аталды. Екінші қасиет, аттың қасиеті және ер азаматтың қасиеті туралы сұрақ қойылды. Сондықтан да бөлім тақырыпшасы қасиет деп аталды. Негізгі ойды білдіретін сөз орамдары өтірік пен шындық арасы төртеулі. Бұл бала бидің сұрағына сырымның жауабы. Негізгі ойды білдіретін сөз орамы болып есептеледі. Мұнда көзбен көргенге сен, құлақпен естігенге сенбе дегенді білдіреді. Намыс пен шабыс. Бұл да негізгі сөздер. Намыс ердің қасиетін білдірсе, шабыс аттың қасиетін білдіреді. Композициялық әдістер, көркемдік тіл құралдары. Оқушылар, осы үзіндіде автор дерексізді деректендіру көркемдік тәсілін қолданған. Өтірік пен шын көзге көрінбейді. Автор оны деректендіре отырып, оқушыларға өтірік пен шынның айырмашылығын жеткізгісі келді. Мәтіннің ұтымды тұстары бұл үзіндіде сөздерді қайталау қолданылған. Автор шабады сөзін бірнеше рет қолданады және қайталап қолдану арқылы мәтіннің көркемдігін арттырып тұр. Оқушылар, бала би сырымға осындай сұрақтармен қоса не тәтті деген сұрақты да қойған екен. Оны басқа шешендердің айтқан сөздермен бірге оқып танысайық.
Байдалы би де осы сұраққа ойланған көрінеді. Байдалы қарт алыста не алыс, жақында не жақын, тәттіде не тәтті деп Мұса мырзадан сұрағанда ойланып отырып, жер мен көктің арасы алыс, кісіге туыс жақын, бала тәтті депті. Ал жиренше шешен балалардан осы тәттілік туралы сұрапты. Жиренше шешен бір күні бір баланы көріпті де былай депті: дүниеде не тәтті балам? Сонда бала былай деп жауап беріпті: бал тәтті деген екен. Бұл баланың жауабын екінші бала тыңдап тұрып, жиренше шешенге келіп, былай деп жауап берген екен: ананың сүті тәтті. Ал сырым датұлы бала бидің не тәтті деген сұрағына қалай жауап берді екен? Бұл дүниеде не тәтті дейді бала би. Аста тұз тәтті, адамда дос тәтті дейді сырым. Құрметті оқушылар, 3-ші тапсырмада сұрақтарға жауап бере отырып, өз ойларыңызды білдіріңіздер. Жарайсыңдар оқушылар, бұл сұрақтарға ешқандай қиындықсыз жауап бере отырып, өз ойларыңызды толық білдірдіңіздер деген сенімдемін. Бірінші сұрағымыз: сіздің ойыңызша не себепті жиренше шешенді тыңдап тұрған бала ананың сүтін тәтті деді? Жауабы: ананың сүтін алмастыра алатын ас жоқ. Балаға деген мейірім, махаббат ананың сүт арқылы беріледі. Екінші сұрағымыз: ал баланың тәтті екендігін қалай дәлелдеуге болады? Бала адамның бауыр еті, өмірінің жалғасы болғанымен тәтті. Үшінші сұрақ: неліктен сырым би аста тұз, адамда дос тәтті деген? Тұз астың дәмін келтірумен тәтті болса, дос адалдығымен тәтті. Ол сенің сырласың, тілеулесің. Құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, сабақ барысында сырым датылының бала би мен сырым шешендік сөзімен таныс болдыңыздар. Шешендік сөздің мәні мен идеясын, сонымен қатар поэтикалық мәтіндердегі композициялық амалдарды талдадыңыз.